125 high school, болашаққа жол. 125 high school, білім ал көр. 125 high school, сен ақылды бол. Саламатсыздар ма балалар, сіздермен сол баяғы Еркін ағай. Біз бүгін дүниежүзі тарихы пәні бойынша ежелгі Грекияны өтеміз. Ежелгі Грекия өркениеті мына Балқан түбегінің оңтүстігінде орналасқан. Бұл өркениет біздің заманымыздан бұрын 2-3 мыңжылдықта қалыптасты, яғни 3-2 мыңжылдықта қалыптасты. Ең алғашқы өркениеті мына Крит аралында орналасқан. Бұл Крит аралында өркениет қалыптасып, өркениет қарқынды түрде дамиды, бірақ өкінішке орай біздің заманымыздан бұрын 15 ғасырдың шамасында бұл өркениет өркениет жойылып кетеді. Өркениеттің жойылып кетуіне септігін тигізген нәрсе ол не десеңіздер, жаңағы вулканның атқылауы болып саналады. Вулкан атқылау нәтижесінде осы өркениет жойылып кетті. Ары қарай бізде жаңа бір өркениет қалыптасады. Ол әрине мына Грекияның мына аймағында орналасқан Ахей өркениеті қалыптасты. Енді Ахей өркениеті біздің заманымыздан бұрын 15 ғасыр мен жалпы 15 ғасыр мен 13 ғасырларда гүлдену кезеңін бастан өткізді. Бізді 13 ғасыр мен 12 ғасырда Ахей мәдениеті күтпеген жерден жойылып кетті. Енді Ахей мәдениеті не үшін жойылып кетті деген сұрақ бәрін қазір ойландырып отыр, толғандырып отыр, себебі ешкім білмей жатыр. Біздің заманымыздан бұрын 8 және 6 ғасырлар арасында Грекия аумағында Балқан түбегінің оңтүстігінде және Эгей теңізі арасы мен Кіші Азияның батыс жағалауында алып жатқан үлкен грек өркениеті тарала бастады. Біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырда, яғни 6 ғасырларда 500 жылдары Грекия тарихта өте үлкен кезеңді бастады. Бұл кезең тарихта отарвал дәуірі деп аталады. Осылайша грек отарларына тоқталатын болсақ, гректер батыста Сицилия аралы, оңтүстік Италия, оңтүстік Франция мен Испания жағалауын алып жатса, солтүстігінде Фракия, жерорта теңізі мен Қара теңізге өтетін бұғаздарды алып жатты. Ал оңтүстік шығысында солтүстік Африка мен Левантты қамтыды. Отарларға бай қалалар қандай қалалар десе, ол Колхида, Коринф, Мегара, Милет, Эритрея секілді қалалар болып саналды. Метрополиядан, яғни отарларға олар мынандай заттар тасыды. Қолөнер бұйымдарын тасыды, жүзім шарабы, зәйтүн майын осылардың бәрін алды не істеді, жаңағы отарларына тасыды. Ал Балқан түбегіне отарлардан бидай, одан бөлек ағаш, металл және азық-түлік тасылған еді. Полис, жалпы полис не десеңіздер, полис сөз мағынасы қала, мемлекет деген мағынаны білдіреді. Қауымға, яғни полиске екі түрлі жағдайда адамдар мүше бола алатын еді. Біріншісі ұлты грек болу тиіс болса, сол жерде туып өскен грек болатын болса, екіншісі ол еркін немесе жекеменшік иелігі бар адам болу қажет болды. Осылайша қауымның барлық мүшесі еркін меншік иесі болып саналды, мемлекеттік істерге араласа алды. Одан бөлек сондықтан грек полисі тарихта азаматтық қауым деп аталады. Себебі любой азамат жалпы саясатқа араласуға, дауыс беруге құқығы болды. Енді шаруалардың құқығы туралы айтатын болсақ, диқаншыларды ерекше заңмен қорғады. Себебі диқаншылар азық-түлікпен елді қамтамасыз ететін болды, арпа бидай мен ұнмен қамтамасыз етті. Осылайша біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырда Спарта мемлекетінде артық жерді сатып алуға тыйым салынды. Тура сондай Афина мемлекетінде атақты мәшһүр заңгер болған Солон да шектен тыс жер сатып алуға тыйым салатындай заңдар қабылдайды. Демократияға тоқталайық. Демократия деген сөз мағынасы не десеңіздер, ол жаңағы демос халық, кратос яғни билік деген сөздерден шыққан. Осылайша халықтың билігі деген мағынаны білдіреді. Яғни демократия деген сөз мағынасы демос халық, кратос билік. Кімнің билігі? Халықтың билігі деген сөзді білдіреді. Грек полистері аса үлкен болған жоқ, енді соларға тоқталайық. Родос аралының көлемі 1400 шақырымды құраса, ал ол жерде 3 полис болыпты. Ал ең үлкен полис ол бізде Спарта болып саналды.
Спартаның көлемі 8400 шақырымды құрады. Ал келесі айтатын мәселе, Крит аралы 8500 шақырымды алып жатса, сол 8500 шақырым жерде Крит аралында 10-ға жуық полис болған екен. Сонда сұрақ келеді. Ең үлкен полис қандай полис десе, Спарта дейсіздер, ал ең үлкен арал қандай десе, Крит аралы дейсіздер. Міне, түсінікті ғой, бұлардың бәрін дәптерге жазуды ұмытпаңыздар. Полистегі әлеуметтік қатынастар туралы айтатын болсақ, Грекияда жат жерден көшіп келген адамдарды метектер деп атады. Олардың құқықтары төмен болды. Олар мемлекеттік істерге араласа алмады. Спартада құлдарды біз элоттар деп атадық. Яғни олар белгілі бір деңгейде өздерінің дербестігін сақтады. Грекияда құлдар соғыста тұтқынға түскен адамдардың бәрі құлға айналса, оларды біз сөйлейтін құралдарға теңестіретін болды. Сонда құлдарды атын атамаған. Оларда сөйлейтін құрал, немесе номер 1, номер 456 деген сияқты, Игра в кальмары деген сериал бар ғой, тура сол сияқты адамдардың атын емес номермен атайтын болған. Біздің заманымыздан бұрын 500 және 449 жылдар арасында бізде грек-парсы соғыстары басталды. Осы соғыс кезінде әрине құлдардың саны көбейеді. Ауыл шаруашылығында құлдарды аз қолданды, ал құлдарды көбінесе кен ісіне, шеберхана істерінде қолданды. Құлдар көбінесе ауқатты адамдардың үйлерінде қызметші ретінде еңбек етті. Грекия экономикасының дамуы туралы айтатын болсақ, біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырда ең үлкен сауда орталығы Афины қаласы болды. Қала базарларында аймақтарынан әрбір аймақтан келген адамдар шарап, көкөніс, өсімдік майларын, ағаш көмірін сатып алды. Ал шетелден болса, не алды десе, нан, балық, азық-түлікті шетелден әкелген. Египеттен бидай, Африкадан пілдің сүйегі, Қара теңіз жағасынан бидай мен ірі қара мал, бал мен балауыз бен теріні әкелген екен. Осы жыл ұбыттан осындай мәліметтер келеді, сондықтан осы мәліметтерді дәптерге жазуды ұмытпаңыздар. Назар аударыңдар дейді. Грекияда әр полистің өз ақшасы және өз патшасы болды. Бұл жерде алғаш рет сәтті дамыған тауар ақшалы қатынас басқа өркениеттермен салыстырғанда ерекше дамыды. Сондықтан тарихшылардың пікірінше, жерорта теңізінде алғаш рет гректер европалық капитализмнің ерекше моделі дүниеге келді. Біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырда Грекияда бүкіл билікті екі супермемлекет арасында талас болды. Ол біріншісі Спарта болса, екінші супермемлекет Афина болды. Афина сауда жағынан, демократия жағынан мықты ел болса, Спарта мемлекеті әскери жағынан қуатты ел болды. Осылайша екі ел 30 жылға соғысып, 30 жылдың ішінде Спарта жеңіске жетеді. Бірақ Спартаның жеңіске жетуі өте үлкен шығын алып келіп, Спартаның әлсіреуіне алып келді. Нәтижесінде Балқан түбегінің солтүстігінде жаңа мемлекет қалыптасты. Біз оны Македония ретінде білеміз. Осылайша Македония патшалығы бүкіл Грецияда өзінің үстемдігін ары қарай жүргізе бастады. Македония патшалығы негізін қалаған кім десе, екінші Филипп. Бұл кісі БЗБ 359 жылдан бастап 336 жылдар арасында Македония патшалығының патшасы, елдің негізін қалаған. Қуатты тасыған Македония патшалығы Афина және Карим секілді мемлекеттердің ішкі істеріне араласа бастады. Біздің заманымыздан бұрын 338 жылы грек-македон соғысынан гректер жеңіліп, Македонияның гегемониясына тәуелді болды. Яғни гегемония деген сөздің мағынасы бір мемлекет басқа бір мемлекетке үстемдік ету деген сөзді білдіреді. Екінші Филипп біздің заманымыздан бұрын 337 жылы грек полистердің одағын құрды. Осылайша сол одақты пайдаланып, 36 жылы екінші Филипп парсыларға қарсы соғысып, Кіші Азиядағы грек қалаларына көмекке баруды ойластырды және сол жерге әскерді аттандырды. Бұл әскери жорық екінші Филипптің жалпы бүлікшілердің қолынан қаза табуына орай аяқсыз қалды. Ары қарай Македония тағына Филипптің 20 жасар ұлы Александр таққа келді. Александр 20 жасынан таққа келді. Ол бүкіл өмірін соғысқа арнады. Біздің заманымыздан бұрын 336-324 жылдары Александр елді билеп, әкесінің кегін парсылардан алып, парсы патшасы 3-ші Дарийді жеңіп, Азияның патшасы атанды. Грек
мәдениеті мен грек полистік басқару түрлері осылайша тек қана Грекияда ғана емес, одан кейін Орта Азияға дейін таралды. Гректердің стадиондары мен ипподромдары салынды. Александр Македонский басып аймақтарда қалалар соқты. Қалалардың атын Александрия деп атады. Сол ең үлкен қаласы Египетте орналасқан Александрия қаласында 700 мың кітабы бар әлемдегі ең үлкен кітапхана болды. Одан кейін Пергам мен Антиохия сияқты қалаларда да ірі кітапханалар болыпты. Александр Македонский 323 жыл ауырып, 32 жасында қайтыс болды. Енді Александр қайтыс болғаннан кейін бізде жаңа патшалық дәуірі басталады, яғни тарихта біз оларды эллинизм дәуірі деп атаймыз. Осылайша Александрдың тақ мұрагері болмауына байланысты, Александр өлген соң оның басып алған бүкіл империясы оның қолбасшылары арасында бөліске салынды. Осылайша Птолемей деп аталатын қолбасшысы Египетті басқарса, Селевке деп аталатын қолбасшысы Сирияның патшасы болды, Антипатр деп аталатын туысқаны Македонияның патшасына айналды. Одан бөлек Кіші Азияда Пергам, Понти, Вифиния деп аталатын патшалықтар пайда болды. Қос өзенінің шығысқа қарай Парфия мен Бактрия патшалықтары құрылды. Енді эллиндік қоғам туралы айтайық. Эллинизм не десеңіздер, ол жаңағы грек мәдениеті таралған аймақты біз эллинизм деп атаймыз. Және екінші бір сөз бар, гректердің аяғы тиген жерлердің бәрі тарихта эллинизм деп аталады. Осылайша Александр басып алған аймақтың бәріне эллинизм дәуірі басталып, грек мәдениеті, грек ғылымы мен грек мифологиясы мен құдайлары тарала бастады. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда Рим империясы грек қалаларын жаулап ала бастады. Стоиктер деп аталатын Грекияда 3 философиялық мектеп болды. Олар стоиктер, эпикуршылдар мен киниттер деп аталады. Давайте стоиктерге тоқталайық. Стоиктер мектебі былай ойланады. Егер адам байлыққа, атаққа және сый құрметке ұмтылмаса, қайырымдылық жасап, қоғам алдында өзінің борышын атқарса, онда бақытқа жетеді деп санады. Эпикуршылдар адам өз тағдыры мен ажалын, қорқынышын жеңе білу керек деп сенсе, егер адам аз нәрсеге қанағат болмаса, оған бәрі аз көрінеді деп ойлаған. Киниттер қоғамда белең алған әділетсіздікті сынап, кедейлікті насихаттады, өз сөздері мен өз өмірлері арқылы мысалдар келтірілді. Міне балалар, біз бүгін ежелгі Грекияны өттік. Осы 3 философиялық мектеп өкілдерін жазып алыңыздар, әрбір тақырыпқа назар қойып тыңдаңыздар. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар. High school.